тәуелсіздігінің ең қымбат. Егер де біздер осы энергия қуатына тәуелсіз болсақ, қандай тәуелсіз жөнінде әңгіме құруға болады? Қазір біздер көршілес елдерден алып жатырмыз. Ертең көрші Өзбекстан еліміз, олар уже кірісіп кетті нақты. Біздер әлі әңгіме қылып жүрміз. Нақты шешім қабылдайтын уақыт келді. Ертең біздер суында алып жатырмыз, ертең олардан да электр қуатын сатып алуға мәжбүр боламыз. Сондықтан біздер баткіл туысқандарымызды өздеріміз нақты шешім қабылдап, осы мәселені қолдап дауыс беруіміз керек. Біздер осы тек қала емес, біздер даладағы ауылдарды аралап жүрміз. Ол жердегі де қарапайым халықтар осыны қолдап айтып жатыр. Күні кеше ғана Түркістан өңірінде бір абамыз 27 сотықта 40 адамға жұмыс беріп жылыжай ұстап отырмын дейді. Әкімшілік жұмысын жақсы жүріп жатыр. Тағы да 3-4 гектар алда көбейтші десе, бірақ та электр қуат бере алмаймыз деп айтады дейді. Мен қалай дамытам? Осы электр қуатына кеше осындай сіздің әріптестеріңіз Кентаудағы экономиканың қайнар көзі деген бір керемет сөздерді айтты. Осындай қайнар көзіміз болмаса, біздер қайдағы тәуелсіздік, қайдағы дамуды айта аламыз. Нақты шешім қабылдайтын уақыт келді. Ағайын, бәріміз 6 қазанда барып қолдап дауыс беруге шақырамыз.